Ауылымның түтіні будақ-будақ, айтатын алтауыш шумақ-шумақ. Сағыныштан сарғайып барғанымда қарсы алатын ағайын улап-шулап. Ассалаумағалейкум, армысыздар. Рухани қазына фестиваліне қатысушы үміткерлер және қазылар алқасы. Мен Абуталипов Дәурен Ермекбайұлы, Алматы облысы Кеген ауданы Тасаша ауылдық кітапханасының меңгеруші қызметін 2019 жылдан бері атқарып келемін. Тасаша ауылы Шөләдірдің қырқасы күнгейінде Лабасы тауының етегінде орналасқан 51 жылдық тарихы бар құтты өлке. Ауылым алтын бесігім. Кітапханамыз 1153 халқы бар Тасаша ауылдық мәдениет үйінде орналасқан. Кітапханамыз 700-ден астам оқырманға кітап оқуға баулу, сауаттылығын арттыру, сұраныстарын қанағаттандыру, кітап қорын сақтау, жас ұрпақты кітап оқуға тарту мақсатында жұмыс атқарады. Облыстан 3 марапат, ауданнан 2 марапат, республикалық байқаулардан 15-ден астам марапаттар осы бұрышымызда жасақталған. Қосымша 2007 жылдан бері мақала жазумен шұғылданып келемін. Газет беттерінде 40-тан астам мақалалар, аудандық Қарқара, Райымбек, Жетісу, Қазақ әдебиеті газеті, Мұқағали журналында жарық көрді. Туған жерге тағзым, туған өлке түлегі, туған өлке тұнған тарих жобалары кітапханамызда жұмыс атқаруда. Мақсаты туған өлкемізден шыққан, еңбегі сіңген ұстаз апа аталарымыздан, талантты ұл қыздарымыздан сұхбат алу. Нәтижесінде пандемия кезінде онлайн сұхбаттар ұйымдастырылып, оқырмандардың сұранысына жоғары бағаға ие болды. Биылғы балалар жылы аясында нағыз оқитын кез, әдеби өлкетану, жас қалам жобалары тұрақты жұмыс атқаруда. Мақсаты жас ұрпақты кітап оқуға баулу, шығармашылығын шыңдау. Жас қалам клубының мүшелері республикалық, облыстық, аудандық байқауларда топ жарды. Балалар мен жасөспірімдерді қолдау жылы аясында ұйымдастырылған облыстық поэзия марафоны байқауында жас қалам клуб мүшесі Ағниет Мұхаммедкарим бірінші орын алды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.